Мен сұрағым бұл аз қаражат емес. Бұл табыс. Кез келген табысқа салық төлену керек. Келісесіз ғой? Олар шиновник бола тұра. Ақша қайдан деп оларға сұрақ қою керек. Осы жерде екінші сұрақ туындайды да. Тек марғұланнан ғана алдыңыз ба ақша? Дәл сол моментте. Енді шынын айтайықшы. Кім кепілдік береді? Тағы да сондай лоббилік қызмет жасап, кейбір бизнесмендерден қаражат алмайтынымызға. Ал депутат болсам, чиновник болсам, уже заң басқа. Сен депутат немесе чиновник болсаң, онда сен ешқандай ақшаны алмау керексің. Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube арнаның жазушылары. Енді баршаңызға мәлім, осыдан бір жыл бұрын мен өзім YouTube жобамды бастаған болатынмын. Осы күнге дейін шамамен 12 видеосы жазылды, 12. Негізі 11 сұхбат, тек бір сұхбат текке бөлдім. Сұхбат емес болды ол жерде, әрине мен талқылау жасадым мүмкіндігінше. Бірнеше адаммен форматта еркін талқылау. Бірақ мына сайлаудың алдында мен өзім шешім қабылдадым. Барлық адамдардан сұхбат алсам, сайлауға қатысушылардан, кандидаттардан, немесе жеке тұлғалардан, партияның кім маған келгісі келеді, мен ашықпын деп айттым. Менің негізгі, яғни осы YouTube-тағы тақырыбым ол хард ток болғаннан кейін, орысша айтқан кезде жестко разговор, қатаң әңгіме, өте жақсы сұрақтар, мүмкіндігінше зерттеп, маған келетін кез келген сұхбат беруші де біледі, ол менде сондай сұрақтар болатын. Және мүмкіндігінше спикердің аса қатты көңіліне де қарамайтынды. Енді бүгін бізде қонақта Мұхтар Тайжан. Мұхтарға қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жаңа бағдарламаң құтты болсын. Сіз менде үш рет болдыңыз. Қатаң. Жаңа формат деп айтыңыз. Жаңа формат, баянды болсын. Рахмет сізге. Осыған дейін үш рет болдыңыз. Мен өзім ашық сұрақтарды қойып жүрдік, біз талай талқыладық. Жақсы болды. Соңғы болған дискуссиямыз тіпті тамаша. Өте тамаша болды, шынын айту керек. Біраз мәселенің беті ашылды, мысалы, келсесіз ғой. Өте дұрыс. Сосын саған шынайы сұрақтар қойылды, мысалы, жасырған жоқ. Шынайы сұрақтар, шынайы жауап. Екі жаққа да ешкімге беріп тұрған жоқ. Екі жаққа да сөз беріп отырдың. Және де сенің бір жақсы қасиетің бар, сен сұхбатқа дайындалып келесің. Қарасам, дайындалып келдім, тағы да. Осындай сапалы әңгіме маған ұнап тұр. Және де былай келесейік, кез келген сұрақты қоясын. Жақсы. Мен ренжімеймін. Жақсы. Бір шарт бар. Қандай шарт? Менің сөзімді толық бересің. Жақсы. Қимай, мен қиған жоқпын, осы күнге дейін қиылмайсың. Ешқашан, и осылай да болсын. Мен телеканалда Атамекен бизнесі шыққан кезде тікелей эфирде шығатынсыз. Әлбетте. Сен кез келген сұрақты қоясың, мен толық жауап беремін. Мен ойлаймын, сіз сол үшін келістіңіз деп ойлаймын. Әлбетте. Керемет. Бірден енді сіз таныстырмай қойын, бәрі біледі сіздің кім екеніңізді. Сондықтан әсіресе мен жазушыларым біледі. Арнайы Астана Алматыдан міне келіп, бір күнге ғана келіп, самолеттан түсті. Ұшақтан бірден Ерболат інімізге келіп отыр. Не үшін бара жатырсыз депутаттыққа? Өмірді өзгерту үшін, Қазақстанның өмірін өзгерту үшін, Қазақстанға шанс беру үшін бара жатырмын депутаттыққа. Бұлай қарасаң, мына айлық маған қызық емес. Мажоритарлық жүйе сізге мүмкіндік берді? Берді. Оған дейін партия құру керек болатын? Оған дейін партия құра алмайтын. Неше жыл бұл? Мен 10 жылдай соны айтып келе жаттым. Жартысын, мәжілістің жартысы осы мажоритарлық жүйемен болуы тиіс. Билік естіді? Мені емес, халықты естіді. Халықтың айтқан естіді. Өйткені ол қанды қаңтардан кейін ғана бұндай мүмкіндік беріп отыр. Ол халықтың арқасы. Ол Тоқаевтың, биліктің ешқандай бұл жерде не жоқ, еңбегі жоқ. Ол халықтың қаны деп айтуға болады. Қанмен келген мүмкіндік деп айтсам артық болмайды. Тек қана қанды қаңтардан кейін бізге осындай 50% емес, 30%. Бүкіл Қазақстанға 29 орын беріп отыр. Ол жеткілікті емес. Мен барсам мәжіліске, мен мынандай талап етем. Мәжіліс 20 миллиондаған елге 100 депутат ол аз. Бізге 400 болмасын, бірақ 300 депутат қажет. Соның ішінде 150 депутат тәуелсіз мажоритарлық жүйемен бару керек мәжіліске. Түсінікті.
Ол болашақта. Сіздің бағдарламаңызды қарасам, мысалы, бір ғана депутат, бір ғана Мұхтар Тайжан шешетін мәселе емес сияқты. Яғни бір мысалға қаражатты қайтарамыз. Иә, сосын. Бірақ ол тек қана мен айтып тұрған жоямыз деген. Менің айырмашылығым. Қалай болады екен мысалы? Менің айырмашылығым, мен бұны былтыр немесе қазір ғана айтып бастаған жоқпын. Мен бұны 15 жыл бойы айтып келе жатырмын. Менің айырмашылығым осы. Мен өмірімнің соңғы 15 жылды осы саясатқа арнадым. Хотя менде де басқа мүмкіндік болды. Мен де бизнеспен айналысар едім әрі қарай. Дұрыс па? Мен де бір ірі командаға кіріп кетіп, жыл орында отыруға болатын еді маған. Мен керісінше 14-ші жылы өзімнің 15 миллион бағалайтын бизнесті жоғалтып алдым. Солай ғой. Сондықтан мен бұл жолда, саясатта көп жылдар бойы жұмыс істеп келе жатырмын және біразын жоғалтып алдым осы жолда. Түсінікті. Сұрақты қайтадан қойсам. Сіз айтып отырған бағдарламаңыздағы, мен кеше қарап көрдім, яғни пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, әлеуметтік желіңізді әрқашан бақылап отырамын. Сайтымызда ғой. Сайтыңызда қарадым, Тайжан KZ. Одан кейін анау видео, яғни мәлімдемелеріңізді көрдім. Мен айтып отырған ол, егер сіз депутат болдыңыз дейік, мына айтып отырған уәдеңіз қазір халыққа беріп отырған, ол бір депутат шеше алатын мәселе ма? Өте орынды сұрақ, бауырым. Мен соны сұрап отырмын. Өте орынды сұрақ, өйткені себебі өзінің процесі бар, білесіз ғой? Дауысқа салу, басқасы. Қисынға сай сұрағын. Есінде ме, мен ана жер комиссиясында мен кемшілік болдым ғой. Есінде ғой? 2011 жылы? 16 жылы болсын, 21 жылы болсын. 11-де бізде Жаңаөзен ғой? Жоқ, 16 жылы болсын, 21 жылы болсын. Мен сол комиссияда мүлдем жалғыз болдым деп айтқан жоқпын, бірақ мен және менің пікірлестерім кемшілік болдық қой біз. Макс Боқаев, Талғат Аян, Айдын Егеубаев, Ілияс Омаров, олар жер комиссиясын бас тартты бірақ ол кезде. Жоқ, мен қазір сенің сұрағына жауап берейін. Біз кемшілік болып отырдық. 16 жылы Мұхтар Шаханов бізбен бірге болды. Мысалы, енді айтпай қой. Бірақ біз кемшілік болдық. Оған қарамастан біз жеңдік қой. Біз жерді сатуға, шетелдіктерге жалға беруге жол бермедік. 21 жылы дәл сондай ситуация болды. Жерді, айтпақшы, сенімен бірге осында отырған Алмасбек Садыбаев, басқалар, олар көпшілік болды ғой. Олар көпшілік комиссияда олар көпшілік болды. Өйткені жартысы шиновниктер, жартысы ірі латифундистер. Бірақ сізді мысалы... Бірақ та біз бәрібір... Бизнесмендер қолдады осы кезде? Жоқ, керісінше бизнесмендер маған қарсы шығып отырды. Видео бар ғой бізде. Сол үшін біз кемшілік болғанымен біз нәтижеге қол жеткіздік, біз жеңдік. Және де осындай мәжілісте егер халық маған дауыс берсе, егер сол дауыстарды сайлау комиссия дұрыс санап алса, кемшілік болсақ та біз жеңеміз. Өйткені шын мәнінде өмірде біз кемшілік емеспіз. Көпшілік біздің жағымызда деп білем. Оны тек қана мен емес, оны аманат та білет, оны басқа партиялар да білет. Сондықтан кемшілік болсақ та көпшілік біздің жағымызда. Біз жеңеміз деп ойлаймын. Ана есінде ма? Сен енді ол кезде жассың ғой, әбден. Бала болуым, баласын. Съезд народных депутатов 80-ші жылдардың аяғында. Сен ол кезде нешедесің? 88, 89? Мен ол кезде өмірге енді келе жатқан кезім. Айтып отырмын ғой. Білмеймін. Мен ол кезде мектептің оқушысымын. Сіз енді пионер болдыңыз, қызы галстук таққан кезіңіз шығар. 8-ші сынып, 9-шы сыныптамын. Бірақ мен сенің әке шешелерінде дәл сондай болды. Сондай. О кезде кемшілік боп межрегиональная группа деген болды. Сен оны білмейсің, мен көрермендерге айтып отырмын. Оның группаның ішінде Ельцин,
Сахаров, Старовойтова деген, Чубай, жоқ, Чубайс емес, ана Путиннің жетекшісі Собчак мысалы, Собчак. Бұндай, ал көпшілік агрессивно послушное большинство деп жазатын журналистер ол кезде. Оларға қарсы шығып отырды. Бірақ түбі бәрібір мына кемшілік болған топ жеңіп шықты. Кім жеңеді? Шындық кімнің жағында? Солар жеңеді. Сол? Түсінікті. Бірақ жеңетіңізге сенімсіз? Түсінбедім. Яғни мәжіліске баратыңызға жеңетіңізге сенімді сияқтысыз, сөзіңізге қарасам. Себебі мен кандидаттардың тізімін көрдім сіздің неден округтан түсіп жатқан. 5-ші округ қой, қателеспесем. 5-ші округ. 5-ші округ өте танымал округ. Иә. Ең қызу бәсекелес осы біздің округымызда болайын деп жатыр. Иә. Қаңтар кезінде сіз Украинада болдыңыз, бірақ Динара Егеубаева мысалы қаңтар кезінде өзінің қазіргі фильмдерін басқасын қарасақ, өте ашық түрде Алматыда болған кісі мысалы да, сол да тізімде. Сосын кім бар? Бақытжан Базарбек, қателеспесем, сіздің мынау жер бойынша. Мен Украинада болғанымен, Украинадан үндеу тастап отырдым ғой. Мен ол жағын айтып отырған жоқпын. Физикалық тұрғыда мен Украинада табылдым, өйткені одан бұрын енді демалыс күндері ғой. Алдын ала шығып кеттім, осындай оқиға болады деп білсем, мен әлбетте елде қалатын едім. А былай менің балаларым қалада болды мысалы, Алматыда болды. Бақытжан Базарбек, Динара Егеубаева, тағы кімдер? Біраз танымал адамдар. Ермұрат Бапи, қателеспесем? Жоқ, Ермұрат Бапи басқа округынан шығып жатыр ойдам. Басқа округтан. Бірақ біраз танымал адамдар халықтың кәдімгі алғысын алып жүрген, билікке өз ойын ашық айтып жүрген азаматтар, мысалға қазір бәйгеге басымдық жерді қайтару бойынша Бақытжан Базарбек болсын, қаншама адамдардың Казгудағы мысалға жерлер бойынша, жалпы жер мәселесі бойынша. Сосын жаңағы ханым бар, сосын тағы кім бар? Аттарını білесіз ба, кандидаттарын зерттеп көрдіңіз ба? 50-ден астам кандидаттар ғой. Жоқ, ол қысқарды ғой. 50-ден асты. Жоқ, 50-ден асты. Бірақ бүгін кеше болмаса, балай тізім 50-ден асты. Бірақ мен ойлаймын, ол танымалдар бір 10 шақтысын нағыз бұл осындай қызығушылық, саясатқа деген қызығушылық нені білдіреді? Халқымыз саясатқа адал, саяси бәйгеге дайын. Әбден шөлдеп тұр ғой. Сол үшін айтып отырмын ғой, осындай мажоритарлық округтар көбірек болу тиіс. 29 адам не ол? Жоқ, ол түсінікті. Біз қазір оның көбірек болмауын емес. Мен сізден сұрап отырған, қаншалықты сенімсіз, қаншалықты ол кандидаттарға қандай баға бересіз? Сіздің бәсекелестеріңіз ғой. Сіз қазір билікпен емес, кандидаттардың... Мен ол кандидаттарды құрметтеймін. Өйткені әр қайсының өз еңбектері бар. Кімдерді айтасыз? Менің қарсыластарым. Иә, кімдерді айтасыз? Түгел. Сен атаған адамдарды, сен атаған адамдарды мен түгел құрметтеймін. Екеуін ғана айттым мен. Сыйлаймын. Түгел, енді 150. Бірақ кімдікі ішіндегі менмін деп айтатын кім мықты деп есептейсіз? Үшеуін айтыңызшы мысалы. Олар бәрі мықты деп айтайын. Айтып отырмын ғой, әр кандидаттың өз еңбегі бар. Мен оны мойындаймын, мен оны қабылдаймын. Сол үшін бәсекелес адал болсын, халық баға берсін, халық шешсін, кімге дауыс берер. Көреміз. Қазір ғана міне кеше ғана Бақытжан Базарбек дебатқа шақырып отыр бізді. Сізді ма? Жоқ, бәрін ба? Нақты мен емес, жалпы осы 5-ші округтан шығып жатқан кандидаттарды. Мен қазір ұшақтан шығып, оны көріп, бірден жауап бердім. Мен дайынмын. Ол қызық қой, ол ашық бәсекелес осындай болу тиіс. Сондықтан мен қазір Алматыға оралам, амандық болса, мен дебатқа шығам. Дебат туралы кеше бір пост жазып қалдыңыз, қателеспесем. Иә. Өйткені дебат, сен жақсы білесің, мен сені студент кезінен танимын, дебат клуб болды, ұйымдастырып жүрдіңіздер. Ол жақсы, ол бізге керек нәрсе. Тек қана дебатта, тек қана сұхбатта емес, дебатта да адамның болмысы көрінеді. Иә, бұл пікірсайыс форматы расымен де батысқа деген қадамның бірі ғой, мысалға, шынын айту керек. Енді түсінікті, не үшін бара жатқаныңызды жалпы түсіндім. Шамамен
кандидаттарыңызды бәрін ниетіңізді түсініп алдым. Енді біз Мен тағы сәл бір- артқа жылжысақ. мен тағы бір түсіндіріп айтайын көрермендерге. Мысалы теннисшілер, спортшылар, олар бір-бірін құрметтейді ғой. Оларға бәріне адал ойын ғана керек, fair play ғана керек, дұрыс па? Ол маған да солай. Маған fair play керек. Маған адал, бәсекелес, сондай сайлау қажет. Сонда халық өзі шешсін, кімге дауыс береді. Көреміз. Яғни неге конфликтіға түскіңіз келмейді? Айтқыңыз келген. Бәсекелес, мысалы, дебат, ол жеке қақтығыс емес қой. Ол бір-біріне бірақ егер кандидаттар, мысалы, біз білмейміз ғой, мен ол бір-біріне мысалы кейбір кандидаттар пайда болса, басқаларды кемсіту деген сөз емес қой. Бұл жерде аргументтер ойнайды, бұл жерде дәлелдер ойнайды. Ол сол үшін біз өзіміздің саяси мәдениетімізді көрсетуіміз керек. Өйткені бұндай дода біздің қанымызда бар қасиет қой. Бізде айтыстар болды, сол емес пе? Сондықтан біз оны көрсетеміз деп ойлаймын. По крайней мере, мен өз басым ешкімге тіл тигізу, біреуді кемсіту деген ойым жоқ. Көреміз. Жаңа эфирдің алдында маған айтып қалдыңыз, ағылшын тілін қанша уақыт болды үйреніп жүргенде? Менің соңғы айларда уақытым көп болды да, бос уақытым көп болды. Ешқандай жұмысшы топқа мені шақырмай отыр мына жаңа қазақстандықтар. Дұрыс па? Сол үшін менде уақытым пайда көп болды. Қанша уақыт? 3 ай дедіңіз бе, 5 ай дедіңіз? Сол үшін мен спортпен көп айналысам, оның ішінде күнде, енді ағылшын тілін I can hold a simple conversation in English if you want. Бірақ тіл деген сөз ол үнемі дәрежесін көтере алатын бір сала ғой. Еркін сөйледіңіз ағылшынша. Сол үшін мен бұдан бұрын да сөйледім, бірақ та қазіргі уақытта бірнеше ай болды, мен күнде, ол маған өте ұнайды, мен күнде сабақ алам, түсіндім. Жұмысын жасаймын. Ол сұрап отырған не үшін? Енді жаңа мен сөзіңізді қарап отырмын, бір суда жүзетін еркін балық сияқты сөйледіңіз, орысша да солай керемет сөйлейсіз. Полякша керек болса сөйлейді. Бірақ қазақ тілінде сәл сіздің бір, мен әрқашан байқаймын, енді бұны жеке қабылдамаңыз. Мен сіздің әкеңізді өте қатты құрметтегем. Енді Алла ол кісіге иман берсін, иманды болсын. Кезінде бізде азаматқа да келіп тұрды, ол кісі бізді әрқашан қолдап тұрды. Ол кісі сол кезде елшіліктен бері қарай Қазақстанға келген кезінде Болатхан Тайжан біздің кәдімгідей эксперт болды, әрқашан келіп тұратын. Қазақ тілін тіпті мен әлі есімде ол кісіге қатысты. Әкеңіз елшілікте жүрген кезде Қазақстанға қазақ тілінде хат жіберген деген мен ақпараттарды естідім. Рас. Неге сіз қазақ тілінде солай мысалы үйреніп, өте қатты акцент қойып, еркін сөйлейтін, тіпті тұтықпайтын? Мысалы, сол пікірлер жазылып қалып жатады, айтылып қалып жатады. Тіпті мен комментарийдан көріп қаласың, мен өшіре салам комментарийді, ондай комментарий болса. Қандай комментарий? Мысалы, енді жаңағы тұтығат, басқа дейді, қазақша сөйлеп жатқан кезде Мұхтар Тайжан тұтығат деп жазып жатады енді. Мысалы, бұл не үшін деймін да? Өйткені жаңа мен сіз ағылшынша сөйледіңіз, мен мүлдем байқамадым да. Еркін кәдімгі күшті. Мен орыс тілінде де сөйлеген кезде мен еркін сөйлейсіз. Жоқ, мен қалай заикание бар менде да. Орыс тілінде де бар, кез келген. Мен бала кезімде сол заикание бала кезімнен мүлдем қатты болды да. Өте қатты. Сәл қазір әлі де қалды сол. Ол кез келген тілде де сөйлесем, мысалы қазіргі моментте мен еркін сөйлеп отырмын, иә? Қазақ тілінде мұғалім жалдадыңыз ба әлде қалай? Бірақ та кейде бала кезімнен қалған осындай кемшілік па, сондай бар. Мен оны түсіндім. Қазақ тілінде мұғалім жалдап үйрендіңіз ба әлде қалай? Мен де сондай бір ақпаратты естідім. Кез келген тілді әлбетте мұғалімсіз адам меңгере алмайды деп ойлаймын. Яғни басында сіз орыс тілді болдыңыз. Мен орыс тілді болдым. Өйткені асфальттағы қазақ, ол мені жасырмаймын. Бүгінгі таңда миллиондаған қазақ сен балаларын асфальтта өсіп жатыр. Мен де сондай болдым.
Сол үшін сондай болдық, өйткені демографиялық ахуал сондай болды. Қанша жыл болды қазақ тілін Сосын үйренгеніңіз барып сонда? мен мұғалімді жалдап алып, кәдімгі үйрендім. Ол еңбек. Әр қазақ сөзім мен үшін, ол менің терім, ол менің еңбегім. Сен мысалы ауылда өстің ғой, қателеспесем Мақаншы жақта. Абсолютно қазақи ауыл, сен еңбек атқарған жоқсың осы қазақша сөйлеу үшін. Мен атқардым сол. Менің әр сөзім ол менің қара терім. Менің қазақ тілім саған қарағанда 100 есе құнды сол үшін. Үнемі солай сәл қалжыңдап айтам. Жақсы. Енді біз сәл артқа жылжайық. Жаңаөзенге 2011 жылы қатыстыңыз. Қан төгілгеннен кейін мен соған бардым. Өйткені ол қазаққа оқ атылды. Билік тарапынан қолдаландыңыз ба содан кейін? Енді сотталдық қой. Мен Мұхтар Шаханов сотталдық. Отырып шықтыңыз ба? Жоқ, отырып шыққан жоқпыз, бірақ ана административті айыппұл берді, сондай бірдеме. Өйткені біз Алматыда митинг ұйымдастырдық ол кезде. Ол кезде айтпақшы, қаңтар айында мәжіліске сайлау болды. Мен сол сайлаудан наразылық білдіріп бас тарттым 11 жылы. Сіз енді әрқашан бойкотты айтасыз әрине. Мәлім жоқ, әрқашан емес, мен сол кезде осы оқиғадан, қанды оқиғадан кейін мен наразылық ретінде бас тарттым сайлаудан. Қазір міне қатысып отырмын. Дұрыс, үнемі емес. Түсінікті. Яғни сондай бір қудалану процесі болған жоқ, тек сонымен айыппұлмен ғана. Жоқ, сосын 14-ші жылы 2011-ден айтып отырмын. 11-де енді ол ана оқиға желтоқсанның 16-сында болды ғой. 21-сінде біз уже ана жақта болдық. Сосын мен қаңтардың 7-сіне тағы да бардық Жаңаөзенге. Сосын 12-ші жыл мен өз басым 6 рет бардым ана мұнайшылардың соттарына. Сосын барып бұлай ескерту пайда болды маған. Сен айналыспа, полигондарды көтерме, сондай. Ақыры 14-ші жылы мен бизнестен айырылып қалдым. Неге Алматыны таңдадыңыз? Мысалы, сіз айтып отырсыз, мысалы, Алматыдан қараған кезде, сіз сол мұнайшылардың құқығын, жалпы региондардың, аймақтардың құқығын көбірек қолдадыңыз, мысалы, яғни жер мәселесі бойынша, мысалы, қайтары бойынша, жалпы сізді көбірек, мен байқағаным, тіпті алдында есіңізде болса, осы жерде біз Ирак Елекеев келген кезде де Атырауға деді ма, Қызылордаға барып келген кезімде деді ма, Мұхтар Тайжан келсінші, біз оны танимыз, қолдаймыз деген пікірлер айтты деді. Сізді регион көбірек таниды да, мысалы, тіпті Жаңаөзен сол. Жоқ, ол шындық, Мұхтар мырза. Алматылықтарды мені. Мысалы деймін да, мысалы, неге сол мүмкіндікті пайдаланбадыңыз, менде сұрақ. Сұрағында маған қызықты сол нәрсе. Неге Алматыны таңдадыңыз? Сұрағында қисын бар. Мен үшін бұлай кез келген аймақ өте жылы. Өйткені мен Қазақстанда көп аралап жүрмін. 2 рет көлікпен аралап шықтым. Бұны ешқандай саясаткер жасаған жоқ. Өз көлігімен. Ал неге мен сол Алматыдан шығып отырмын? Өйткені мен сол Алматының өзінде мына 3 ауданда, мысалы Медеу, Бостандық, енді Наурызбай ол кейіннен қосылды ғой. Мына 2 ауданда мен туып өскен қазақпын ғой. Ол саған мысалы Мақаншы жақын ғой. Ол туып өсу бір бөлек қой. Жоқ. Сен мысал ретінде саған Мақаншы ең жылы сондай жақын ауыл болады, өйткені сен туып өскен жерін, кіндік кескен жерін. Мен үшін де осы 3 район, мен үшін ол мен туған өскен аудандар. Сол үшін қай жерде адам туып өсті, егер сол жерге сол адам керек болмаса, онда кешірмейді. Екінші себеп бар. Мысалы, Ақмола облысы, мына белсенділер мені шақырды. Қызылорда, жасыратыны жоқ. Шақырғандар болды. Шақырып отырды ғой. Бірақ, мысалы, Ақмола облысында, бұл жерде 100 деген шақырым ғой.
мен бақылау ұйымдастыра алмаймын. Өйткені ауылдардың арасы бірнеше 100 шақырым. Ал Алматының өзінде, қаланың өзінде мен бақылау үрдісін бақылай алам деп үміттенемін. Ол маған ыңғайлы болады. Сосын өзімде сол қалада тұрсам, маған үгіт насихат науқаны да жасауға ыңғайлы. Ыңғайлы, иә? Түсінікті. Екі себеп. Түсінікті. Бірақ мен бір азаматтармен сөйлескен кезде пікірлерді естіп қалам. Расымен Маңғыстау көбірек қолдаушы еді ғой деген сияқты пікірлер болды. Саған келе жатқан кезде Маңғыстаудан тағы да звондап жатыр. Рас, маған кез келген аймақ өте жылы. Мен әкем айтатын, кез келген қазақтың үйі ол сенің үйін. Кез келген қазаққа сенің үйін ол ашық болсын. Сондықтан маған кез келген жер ол өте жылы. Қараңыз, жер митингі 2016 жылы Атырауда, мысалы, Макс Боқаев, Талғат Аян, Айдан Егеубаев, Ильяс Омар, тағы басқа жер комиссиясынан бас тартып шыққан кезде сіз... Мақсат Ильясұлы. Қателестің. Мақсат Ильясұлы. Мақсат Ильясұлы, билік сіз бұлай көрінді. Билікті қолдап, жер комиссиясына қатыстыңыз. Кімнің мүддесін қорғадыңыз сол жерде? Мысалы, ол азаматтар бас тартып шықты, мысалы. Бұл жерде сұрақ мынандай ғой, ірі жер иеленушілер мен латифундистердің бе, әлде нақты бір тапсырма болды ма сізде сондай? Келіссөз болды ма? Лобби жасадыңыз ба? Билікті қолдадың деп айттың. Керісінше бұл комиссияны құру керек, құрыңдар деген талап бізден шықты ғой. Өйткені біз Алматыда митинг ұйымдастырған кезде мен, Рысбек Сәрсенбайұлы, Ерлан Қалиев, біздің басты талабымыз 16 жылы осы комиссияны құрындар деген талап ол бізден шықты керісінше. Керісінше сол билік сол комиссияны құрғысы келмеді. Өйткені бірінші шілдеден бастап сол жер уже аукционнан сатылу керек еді. Сондықтан бұл талап ол мен билікті қолдадым деп бұл жерде орынсыз, өйткені ол біздің талабымыз болды. Ал мына комиссияда мен комиссия мына билік отырған, мысалы, өйткені комиссияны құрған билік қой. Мен оның биліктің сөзін айтып отырдым ба жоқ па, қазір YouTube'та ашып көруге болады. Керісінше олар біздің талаптарымызбен келісті. Келісуге біз оларды мәжбүрледік. Халықпен бірге мәжбүрледік. Өйткені комиссияның ішінде олар көпшілік болса да, шын мәнінде халықтың көпшілігі біздің жағымызда екенін біліп, олар біздің талабымызды орындады. Сондықтан біз жеңіп шықтық керісінше. Енді сол кездегі билік, жалпы Атырауда болған Макс Боқаев, Талғат Аян деген азаматтардың, енді көрдіңіз ғой олар азаматтардың шыққанын, мысалы, арасында болмасаңыз да кәдімгідей ортаға шығып, әкім сол кезде қандай уәде берсе де, уәдесінде тұрмады деген сұрақтар бар, мысалы. Кейін ол азаматтардың бір-екеуін жапты, түрмеге отырғызды. Керісінше сол азаматтар бас тартқан кезде сіздің комиссияны ұсынуыңыз және комиссияны құрып өзіңіз кіріп, және ол азаматтардың кірмеуі әрине күмән туғызады адамдарды. Мысалы, Макс Боқаев өзі, немесе Талғат Аян, сіз өзіңіз пост жаздыңыз. Талғат Аян өзі маған ешқашан осындай күмән немесе реніш білдірген жоқ. Атырауда да болған комиссия, мен как раз таки сол Максты және Талғат Аянды босатыңдар деп талап еттім. Қысым қатты болды. Бірақ мен соны айттым. Сізге қысым болды? Әлбетте. Пара да ұсынылды. Айтқансыз қанша дедіңіз? YouTube'та тұрған Атыраудағы комиссияның отырысын тағы да көріп шығуға болады. Мен Максты да айттым, Талғат Аянды да айттым. Ал сол кезде заңды тоқтатуға, тек қана заңды қабылдатуға, мораторий қабылдатуға, немесе заңды тоқтатуға биліксіз, мәжіліссіз, үкіметсіз істей алмайсың.
Сен оларды үгіттеп насихаттауың керексің. Қорытындысы ең соны біз жеңдік деп есептеймін. Өйткені жерді сатуға біз тосқауыл қойып жол бермедік. Халықтың көпшілігі менің ұстанымымды қолдады. Ол Қолдады. иә, оны көрдім. Рас қой. Ал күмән енді олар бола береді, күмәндар әлбетте. Иә, бірақ күмәнді сейілту, тем более парламентке, мәжіліске бара жатқан соң, жалпы күмәнді сейілту ол норм нәрсе. Норма нәрсе, әлбетте. Сондықтан менде сұрақ туындап отыр. Ешқандай қаражат алған жоқсыз бұл еңбегіңізге? Ешкімнен? Ешкімнен қаражат алған жоқпын біріншіден. Маған ұсынылды, $1 миллион ұсынылды. Ол рас, бірақ мен комиссиядағы жұмысың үшін төленді ме? Комиссияның жұмысы үшін былай төленді. Ұшаққа барлық комиссияның мүшелеріне үкіметтің бюджетінен ақша бөлініп отырды, және қонақ үйлерге. Былай айлық, мындай ондай болған. Қандай да бір қолдау ештеңе болған жоқ? Ешқандай жоқ болған жоқ. Біреулер жазып отырды ғой, Мұхтар 1 миллиард теңге алды. Ол мен айтам, қай жерге барайын алайын, бөлісіп тастайық. Немесе дәлелдер болса көрсетіңіздер. 1 миллиард теңге ол ине емес қой. Оны әлбетте дәлелдер болады ғой. Сондықтан солай. Яғни сіз өзіңіз жаңа айтып отырсыз, сол кезде енді мәжіліске сөзіңді өткізу керек, насихаттау керек. Министрлермен чай ішіп бастадыңыз, кездестіңіз мысалы, бірақ халықта әрқашанда күмән сұрақтар пайда болып отыр. Халықта емес, қоғамда дейікші, әлеуметтік қоғамда да емес. Кей журналистерде, кей Facebook пайдаланушыларда ондай сұрақ туындайды. Ол нормально. Бірақ көпшілік мені қолдап отыр деп ойлаймын. Шай ішіп болғанда ол былай естілетті, мен шай үшін барған жоқпын ғой. Сол емес пе? Мен барсам, мен өз басымның шаруаны шешейін деп, бір жұмысқа орналастырайын деп барған жоқпын ғой. Мен не үшін келдім, мысалы, комиссияға? Халықтың мүддесін қорғау үшін келдім. Сол үшін барасын. Барғанда мен үнемі фотосурет жасаймын. Есеп берем. Кімге бардым, не көтердім, нәтиже қандай. Әйтпесе фотосуретсіз де баруға болатын еді ғой. Мен үнемі, тіпті тиым салынған кабинеттерде мен үнемі талап еттім. Мен көрсетуім керек, халыққа көрсетуім керек. Немен келдім, кіммен кездестім? Ал кездесудің барысында олар әлбетте шақырады ғой, бір кесе шай құйып. Бірақ мен шай ішу үшін барған жоқпын. Сондықтан, енді мен сізді былай зерттеп қараған кезде, әрқашанда енді көбінесе дауларға да қатысыңыз болды, мысалға. Мысалы, сіздің бір моменттер болды, Мұхтар Тайжан пиязбен, яғни аты шыққаны. Енді ол рас қой енді. Рас қой. Өйткені оған қатысты мысалы кейбір кезде бір нүктеде қойылмай қалып жатты. Сұрақтар туындай береді, бір кіріп қалсаң сұрақ туындап тұрады. Немесе Мұхтар Тайжан эфирге келсе, жаңағы астына бұл пиязданымен танылған Мұхтар ғой деген сияқты комментариялар жазады. Кейде, көпшілік емес енді, кейде жазып жібереді. Неге соттасыңыз Мұхтарға? Мен бұл сұраққа бір 100 есе... Жалпы оны соттаспай шешуге болушы ма еді? 100 есе жауап беріп отырмын ғой. Мен ойымша уже барлықтар біледі сол тақырып. Жоқ, соттаспай шешуге болушы ма еді? Ол мен осы жағынан қызық. Мен айтайын. 14-ші жылы менің үлкен складымды $15 бағалайтын объектімді сот арқылы... $15 миллион дейсіз ба? Иә. Ол ресми баға. Ресми баға бар. Официальный оценка. Ол 14-ші жылы домалақ арыздың кесірінен, домалақ анонимный, ол заңға қайшы кесірінен соттың шешімімен сол акт ввода в эксплуатацию жоққа шығарылды, яғни аннулировали. Рас? Рас. Ол факт па факт. Исполнительный лист бар менің Facebook парағымда. Мен не істерімді білмей қалдым. Сол кезде мен 13-ші жылы сенің есінде бар ма жоқ па, Шенгелдіде шешендермен үлкен қанды қақтығыс болды. Мен 13-ші жылы сол диханшыларды қорғап 7 ай жүрдім соттарда, олар үшін жүрдім. Сол диханшылар маған шықты да, Мұхтар осындай болып жатқанын естіп отырмыз,
Сондықтан негізі біздің жұмысымыз осы, біз пиязшылармыз ғой. Пияз егеміз, Давай иә. бірге егейік. Сен бізге қаражат берсең, біз пиязды өсіріп, күзде ана урожайды екке бөліп тұрамыз. Мен келістім, өйткені басқа амалым болған жоқ. 14-ші Неге басқа амалыңыз болмады? Сіз ол жерден пайда табатындай көрінді сізге? Мен айтып отырмын ғой, мен бизнессіз қалдым ғой, бизнестен айырылып қалдым ғой. Сондықтан мен келістім, былай пиязды қалай егетінін мен қайдан білемін? Айтып отырмын ғой, асфальтта туып өскен қазақпын ғой. Сол үшін мен келістім, достарымды да шақырдым, партнерларымды да. Біз қосылып, ақшамызды бөліп отырдық. Қанша қаражат? 14-ші $1 миллион. $1 миллион. Жалпы, одан көп па, сондай шамамен $1 миллион инвестиция. Қыстаннан бастап, ана тұқым сатып алу үшін, агрохимия сатып алу үшін и былай қаржыландырып отырдық. Әлбетте келісімшарт бойынша, әлбетте распискамен. Күзде біз жартысын алып қаламыз, ана пияздың жартысын. Соларға қалдырасыздар. Сол ана жігіттерге қалады, олар өздері сатады. Осындай бизнес. 14-ші жыл, 15-ші жыл, 16-ші жыл осымен айналыстық. Тек қана Шеңгелден емес, әрі қарай Алматы деген ауыл бар, Ақкөзек, Сарыөзек деген ауыл бар. Алматының жан-жағында ауыл. Бір 60-тай крестьяндармен осы 2 жыл жұмыс атқарып келдік. Көбінесе 99% крестьяндар адал. Қалай келістік, солай істеп отырды енді. Кейде ана болады, ауа райын жағынан, жаңбыр жауады, немесе аяз ұрады, осындай жағдай болмаса, крестьяндар өте адал. Бірақ бір крестьян маған осылай шақырып, біз келдік уже күзде, міне пияз дайын, горкалар тұр полямызда, уже дайындап қойған біздің пиязымыз. Мына пиязды алып кетесіңдер ертең, КамАЗдарға загасты беріңдер, ертең, таңертең жұмысшылармен келіңдер, мынаны алып кетесіңдер, мына сендердің доляларын. Менің жігіттерім таңертең келет, поля пустой. Сол пиязымыз жоқ. Түннің ішінде, түннің ортасында сатып жіберген екен. Сол крестьянға барсақ, мас. Осындай бүряқ қана мысал, осындай болды да, бүряқ қана мысал. Сосын мен келдім да, біздің пиязымыз қайда деп сұрасам, Мұхтар, менің аттарым тұр ғой, мен сатып жіберем, саған берем, ақшаны қайтарып берем. В общем, сіздер ыңғайсыз ситуация. Енді басқа крестьяндарға қарағанда, ол бүряқ қана мысал осындай не болды, қалай, адал емес крестьян да, болды. Сосын сол кезде бір ғана крестьянмен сотасыңыз, Иә, бүряқ қана ма. Сосын бүряқ қана крестьянмен. Бірақ мен қазір аяғына дейін айтып болайыншы, Ерболат, сен шыдамдығын болу керек қой, сенде енді шақырғаннан. Енді келіскен стилім ғой бұл. Жоқ, бұл стиль, сен сұрақ қойдың, аяғына мен жауап беруге құқым бар. Дұрыс па? Жақсы. Енді сосын мен күттім, түкті жоқ, хабар жоқ, анай мындай. Оның орнына қарасам, бұл крестьян журналистерді шақырып, мен туралы айтай бастады. Мұхтар алдады дейді. Ақша берген. Иә, бүкіл ана Facebook, әлеуметтік желі шулап кетті. Ойбай, Мұхтар қарапайым крестьяндарды алдап жүр екен. Сосын маған бір жарайды айтты, қазір ол өткен жағдай ғой, біреулер келіп, бізге ақша берсең, біз оны жауып тастаймыз, мен ол келіскен жоқпын. Енді сосын ақыры не керек? Сосын оның жақын жолдасы, оның әпкесі барды да мен үстімен арыз жазды екен. Сол Кәпшағайға, РОВД-ға барып жүрдім, объяснительный жазып, сол қылмысыз жабылды әйтеуір. Жоқ та, мен ешкімді алдаған жоқпын. Сосын, енді осындай жағдай болғаннан кейін, уже Мұхтар крестьяндарды алдап жүр деген ақпарат шыққаннан кейін, мен сотқа беруге мәжбүр болдым, өйткені енді мен дәлелдеуім керек қой. Сосын ол мына крестьянның үлесі өте аз.
130 тонна. Сосын 5 тонна маған жеңілдік бер, усушка болды, жарайды, бердім, жарайды. 125 тонна ол 6 фура. Біз о кезде 8.000 тоннаны жинап отырдық, Ерболат. Ол 3% екен. Біз, яғни, сол үлестен не байып та кетпейміз, не кедей бола алмаймыз, е? Өйткені өте аз, да, ол объем. Маржа аз. Абсолютно в рамках арифметической погрешности. Өйткені қалай біздің инвестициямыз 1 миллион болса, қайта алмайды сондай бір керемет. 1 миллион болса, дайын урожайымыз нарықтық бағамен қарағанда 2 миллион ғой. Сондықтан мына 120 тонна ол бізге түкті емес, ол бағасы $20,000. Түсінікті. $20,000. Бірақ мен бәрібір енді осындай дау шыққаннан кейін әлбетте сотта дәлелдеуге мен мәжбүр болдым, мен дәлелдедім. Жеңдіңіз. Біріншіден, мен ешкімді алдаған жоқпын. Екіншіден, мен алдадым деген крестьян керісінше маған қарыз. Керісінше мен соны дәлелдедім. Мен оған емес, ол маған қарыз екен. Өйткені менде распискалары бәрі тұр ғой. Бойындады. Иә. Сосын біз дәлелдедік, сосын ана екінші инстанция, сосын енді құжаттарым қолында ғой, не керек. Сосын ол 1 жылдан кейін қатты ауырып қалған екен. Сол жігіт. Қатты ауырып қалды, ана бауырмен цирроз пайда болды. Сосын маған шықты. Осылай мәке, ауырып жатырмын, мен кешірім өтінем, артықшылығым кетті. Менің анам да маған ұрсып жатыр. Мен сізден кешірім өтінем. Мен айттым, бауырым, сен бұл мәселе уже бүкіл Қазақстанда мәлім болды ғой, дау болып кетті. Сондықтан сен жұрттың көзінше соны айту керексің. Сол үшін ол видео жазып, жала жапқаны үшін кешірім сұрап менен. Сен оны көрмедің ба? Көрмедім шындайсың. Мен журналист болады. Сен кәсіби журналистсің ғой. Мен саған сілтемесін жіберейін ендеше. Жіберіңізші. Ол, менің постым пияз дауының нүктесі деген аталады. Нүкте. Ол менен кешірім сұрады. Жала жапқаны үшін. Видео да бар. Жазбаша да кешірім сұрады. Сосын басқаларға да айтты. Герой Хан Қыстаубаевқа айтты. Ғабиден Жәкеевке айтты. Тағы ана жігіттер бар ғой, Құрал деген жігіт бар да, ол да қатты оларға да айтты, енді сендер араласпаңдар. Мен кешірім сұрадым, болды, араласпаңдар деп, оларға да айтты. Жаңағы сіз айтқан фамилиялар сол мүмкіндікті жақсы пайдаланған екен, түсінген? Иә, сосын ол кешірім сұрағаннан кейін, енді ол маған әлі қарыз ғой, уже ана сот орындаушылар да айналысып жатыр. Сіз кешіре салдыңыз ба? Мен кешіре салдым. Мен кешіре салдым, сот орындау, менің ондай құқығым бар екен. Мен сот орындаушыларға тоқтаттыңыз. Арыз жазып, все, болды, жіберіңдер, болды. Керек емес. Сол біз бір-бірімізді кешірдік та, осымен пияз дауы осылай аяқталды. Керемет. Сілтемесін мен көрсетейін, сен сол тімесін ана көрермендерге көрсет. Мен салып қоям. Жоқ, комментарийға салып қоям. Мына фото-суретпен болады ғой көрсетуге. Сол фото-суретпен болмаса да, құрметті көрермен, комментарийда міндетті түрде сілтемесі тұратын болады. Жақсы. Қараңыз. Енді сіз маған келген кезде біраз сұрақтардың нүктесін қояйық деген сияқты ойлар болды ғой енді. Иә, әлбетте. Марғұлан Сейсенбай. Осыдан алғашқы эфирге келген кезіңізде маған өзіңіз айттыңыз, яғни шамамен $200,000 астам дедіңіз, $300,000 жуық қаражатты лоббилық қызмет үшін алдық деп келтірдіңіз. Және бұл мысалы ақш-та заңдастырылған деп келтірдіңіз, мысалы сол жерде сондай бізде талқылау болды. Мен сізге онда сілтемесін жібердім. Ерлан Сайыров келген кезде есіңізде ме? Жоқ, Ерлан Сайыров емес, Алмазбек Садырбай отырған кезінде. Сен соны сұрадың. Жоқ, мен оны Ерлан Сайыров келген кезде дәл сол сұрақты сол кезде сұрадым. Кейін тағы да талқыладық. Дұрыс. Кейін тағы да талқыладық. Тіпті анау тақырыпқа қатысты мен сол тақырыпты қойған кезде сіз маған ренжіген болатынсыз. Неге ол тақырыпты қойсың? Алып тасташы ол тақырыпты. Мен үміттенем, сен сол тақырыпты қазір біздің басты тақырып болды деп көрсетпейсің ғой.
Жоқ, ол яғни енді мен сізге жалпы сол кезде сіздің тақырыпқа дейін, яғни сізге ол мен түсінген бойынша жалпы сол тақырып сізге больно тиетін сияқты да? Жоқ, о просто біз Ерлан Саировпен дебат болғанда бұл тақырып басты тақырып болған жоқ қой. Сол кезде Саировпен мені шақырған кезінде сол Марғұланның ісі басты тақырып болған жоқ қой. Келісесің ғой оны. Сол, деп отырсың, дұрыс айтасың. Сол дебатымыздың ең соңында сен кішігірім ғана осындай сұрақ қойдың. Сосын алдыңда сол тақырыпты былай іліп қойдың. Как будто біздің кездесуіміз сол тақырыпқа арналған секілді. Олай болған жоқ қой. Сол үшін мен саған айттым, олай болмайды. Жақсы. Ол сізге больно тема, ол тақырып? Неге? Маған үнемі сол жалпы ол тақырып ауыр тема? Жоқ, егер керек болса сол тақырыпқа арнайы сұхбат арнайық онда. Мен келісем. Мен ол сұрақты Марғұланды шақырып, ана соттың істерін былай ашып, бұл проблемаға нүктеде қоюға болады. Түсінікті. Больно емес. Сіз соттасып, ақыры жеңдіңіз, мысалы? Иә. Жеңдіңіз, мен білемін. Дәлелдедім. Иә, айттыңыз. Иә. Енді сотта или жеңіледі, или жеңеді ғой. Иә. Бірақ сіз бұл қаржыға өзіңіз айттыңыз, белгілі лоббилік қызметтерді жасадым дедіңіз. Иә, лоббилік қызмет жасадым дедіңіз. Сұрағында аяғына қой, мен жауап берейін. Нақты бұл қаражатты қандай қызмет үшін алдыңыз? Ол фактілер сотта дәлелденген нәрселер. Керек болса, мен соттың материалдарын көрсетуге дайынмын. Біріншіден, толығымен мен алған ақшам, Марғұлан маған берген ақшам, ол 300 мың ғой. 100 мың ол пиязға инвестиция қойды. Сол ақшаның. Сіздер компания болған екенсіздер ғой? Әлбетте, мен соны айтып отырмын ғой саған. Ол сотта дәлелденген нәрселер. Я, оны айтқан жоқсың? Я, мен сол үшін тағы да айтуға да. Жоқ, тағы да дегенде, осыған дейін маған айтқан жоқсың? Енді айттым ғой деймін. Айтқан жоқсыз. Жарайды. Айтпасам, қазір айтып отырмын. Айтыңыз, иә. Ол біз ана бірінші кездескен кезінде есінде ма, ол ана «Я отвечаю» деген акция болған. Маған шықты, давай танысайық. Мен барып таныстым, 15-ші жылы ол ана көзін. Барып таныстым, ол да маған былай сыртынан қазақша да сөйлейді екен, ондай бизнесмендер аз. Мен барып таныстым, немен айналысасың? Осындай пиязбен, ол көздің не? Көруге боламын? Конечно, болады, ана складымызда жатыр ғой. Барып қарадық. Мен пробный инвестиция, бірден емес, бірнеше күннен кейін маған шығып, мен пробный инвестиция жасасам. Көрсем, иә. Иә. Пилот. Өйткені бізде ана жерде жатқан пиязымыз 8 мың тонна, ол 2 миллионға жуық былай пияз жатты ғой. Көп, өте көп. Мен айттым, жарайды, жақсы, болады. Таңдап алыңыз, мен мүмкіндік берейін. 100 мың долларға ғана. Ол пробный, да? Біз үшін де ол үлкен объем емес. Құйды, ақшаны құйды, ана братишкаларын қойды, өздері айналысты и так далее. 16 жылдың нарықтық ахуалы онша болған жоқ. Сондықтан біз ұшырып кеттік бәріміз. Енді мойындауымыз керек. Біз де ол да біраз ғана сатып жібердік, оның жігіттері де өз объемын сатып жіберді. Сол үшін мына 100 мың долларды алып тастайық, ол бизнес. Ол былай айтты да мен бердім. Ол просто оның орнына пияз алды ғой. Түсінікті. Енді 200 доллар. Енді, мына 200 мың долларды айтайын. Мына комиссия бастаған кезінде, ол мені тағы да шақырды да, айтты, осындай проблема бар. Жалпы сельхоз нарықта, ол тек қана менің проблема емес, ол түгел осы ауыл шаруашылық секторының проблемасы. Әрі бизнес. 400. Әрі жер иеленушілер. Әрі, бұл жерде айырмашылық жоқ. Мен түсіндіріп айтайын, бұл жерде айырмашылық жоқ. Әрі ма, орта ма, шағын ба. Өйткені 448-ші бап, ол өте бұлай коррупцияға апаратын бап болған. Өйткені
инвестор осы ауыл шаруашылыққа инвестиция құйып отырған инвесторға салалық жеңілдіктер беріле ма жоқ па, ол критерий жоқ біріншіден. Екіншіден, осы салық инвестор, салық инспектор өзі баға береді. Яғни адами фактор. Біз бұл бап кесірінен инвестиция жасай алмай отырмыз. Біздің дейді бірнеше жобаларымыз бар, алма, балық, тағы бірдеме. Біз инвестиция жасаймыз. Біз Қазақстанымызға дейді 300 миллион долларды инвестиция құюға дайынбыз. Әлбетте ол бізге тиімді. 300 мың доллар ауыл шаруашылыққа құйылса кімге жаман? Жақсы ғой. Тек қана бізге осы бап кедергі деп жатыр. Ол бап, ол салық кодексінің бабы. Мен айттым, мен бұл жұмысқа бармын, келсем. Бірақ ол бірнеше жыл, ол бір аптаның жұмысы емес. Ол бірнеше ай, бәлкім 2 жыл өтуі мүмкін, сол бапты өзгерту үшін. Мен сол жұмысқа кіресем, бірақ та тегін емес. 1,5 жыл. Шамамен 2 жыл болды. Шамамен солай болды ғой. Қанша келіскен емес біз тіпті. Ол маған былай беріп, ол бірден беріп жатқан жоқ. Ол просто мен Астанада жүруім керек, тұруым керек. Ол просто бірай қаржыландырып отырды. Ол сосын есептелгенде мына 200-ға келген екен. Бірақ ол бірден болған жоқ. Түсінікті. Ең соңында мен оны үгіттеп, насихаттап, мына жерде нәтижеге қол жеткіздім. 1 қаңтардан 18 жылы 1 қаңтардан бастап сол именно осы бап өзгертілді, оны тексеруге болады. Сол себептен ол да басқалар да ауыл шаруашылыққа инвестиция құя бастады. Түсінікті. Ешқандай бір-бірімізге мына жақтан ол бір жеке бизнесмендердің келісім шарты болды. Мен ешқандай чиновник емеспін, депутат емеспін, партияның басшысы емеспін. Мен еркін адам болдым. Біздің арамызда осындай келісім болған. Тек осындай. Қазір аяғына дейін айтып болайыншы. Одан кейін мына мәселе жайлы бір-бірімізге ешқандай претензия болған жоқ. Ол да сөзінде тұрды, мен де сөзінде тұрдым. 18 жылы, 19 жылы ол мені экспедицияда әйелімен бірге шақырып отырды. Ешқандай проблема болған жоқ. Ешқандай претензия бір-бірімізге болған емес. Претензия тек қана осы 20-шы жылы ғана пайда болды. Сіз жер комиссиясы сіздің ұсынысыңыз болды. Тек қана мен емес, мына белсенділердің. Бастамашы сіз болдыңыз. Митингіге қол қойған екеуміз болдық. Рысбек Сәрсенбай және мен. Бастамашы екеуміз болдық. Комиссия, яғни бастамашысы негізгі адамдардың бірі болдыңыз деп айтайыншы. Мен болдым дегенге қатысты айтып отырғанмын мен. Одан кейін сұрақ былай туындайды осы жерде. Яғни сіз халық, яғни халықтың мүддесі сол тұрғыдан сізге сеніп, яғни сол жер комиссиясына барлығы сенді деп өзіңіз айттыңыз. Халық сенді, қоғам сенді, басқа сенді. Бірақ халық білмеді. Сіздің сол кезде қосымша мысалға жаңағыдай ірі бизнесменнің мүддесінде, былай айтқан кезде, орысша айтқан кезде интересінде лоббировать, лобби жасап жатқаныңызды, яғни соның да интересін қуалап және қаражат ала отырып жасағаныңызды халық білмеді. Келісесіз ғой? Оны мен айтуға да... Тек 20-шы жылы білді. Бұл жерде... Енді өзіңіз айттыңыз, 20-шы жылы. Бұл жерде осы екі жұмыс бір-біріне қайшы емес қой. Мен қайшы деп тұрған жоқпын. Ол бір-біріне қайшы емес. Мен халықтың мүддесін қорғаймын деп қорғадым. Ал басқа бизнесмендермен мен қандай келісім шартқа барам, ол менің өзімнің шаруам. Егер бұл жұмыс халықтың мүддесіне қайшы болмаса. Бірақ, Мұхтар аға, сұрақ осы жерде екінші сұрақ туындайды. Тек Марғұланнан ғана алдыңыз ба ақша? Дәл сол моментте? Енді шынын айтайықшы. Қазір есімде жоқ, басқа бизнесмендермен де, мен ол кезде де бизнесменмін ғой. Мен ол кезде жеке тұлғамын. Мен қазір саған айтайын,
Қазір саған айтайын, ол кезде тағы келісім шарттар менде болды. Айтыңызшы. Мен айтуға... Құқығыңыз жоқ па? Жоқ, құқығым емес, ол мен айтуға міндетті емеспін. Жоқ, жер комиссиясы кезінде алдыңыз ғой, да? Жер комиссиясының кезінде мен бизнесмен айналысуға құқығым болды ма? Жоқ, бизнес тұрғысынан айтып отырған жоқпын мен, Мұхтар аға. Яғни, жаңағыдай Марғұлан мырза сізге осындай баптарды өзгертуге көмектесті. Дұрыс қой? Иә. Дәл сондай мысалдарда алдыңыз ба? Сұрақ түсіндіңіз ғой нақты? Алдым, өйткені басқа да бизнесмендер алдым, иә, алдым, өйткені ол менің қоғамдық жұмысыма кедергі немесе қайшы емес. Ол менің жеке шаруам. Сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой өзіңіз, Мұхтар мырза. Мен бизнесменмін деп, яғни оны олай қаражат алуды сіз бизнес тұрғысында қарайсыз ба? Ол егер бұл келісім шарт басқалардың мүдделеріне қайшы болмаса, оны түсіндім. Мен о жағына ешқандай күмән жоқ. Біздің барлықтарымыздың құқымыз. Оны күмән жоқ. Қалай деуге болады? Мұхтар аға, оны бизнес тұрғысында қарайсыз ба? Заключение договоров деген бар. Свобода заключения договоров. Егер екі жақ басқаларды алдамаса, басқалардың мүдделерін таптамаса, әр азамат басқа азаматтармен келісім шартқа баруға болады. Мен 13 жыл бизнесте жүрген адаммын. Сондықтан мен халықты сатпадым. Мен халықтың мүддесін таптаған жоқ. Мен оған күмән жоқ. Сіз түсіндіңіз. Мен сіз құрметтеймін. Бірақ сұрақ мынандай. Бұны бизнес тұрғысында қарайсыз ба? Сіз мен бизнесменмін дедіңіз. Әлбетте мен бизнесте 13 жыл яғни осындай келісімдерді бизнес тұрғысында қарайсыз ба? Осындай келісім, иә, болады, ондай айтуға. Иә, ол бизнес, әлбетте. Ол бизнес, ол деген іс деген сөз ғой. Сондықтан ол бизнес. Иә. Ол бизнес. Ал жақсы. Бизнес айтуға болады. Жақсы. Сіз осы табыстан $200,000 салық төледіңіз бе? Төлесеңіз қанша? Енді мына 200 аз сома емес қой? $200 мен салық, $200,000 мен салық төледім ба, жоқ па деген сұрақ. Бұл мәселе былай. Сол $200,000 мен салық төлуім керек едім ба? Енді сіз оны қызмет көрсетіп тұрсыз ғой. Сіз оны бизнес тұрғысында қарадыңыз. Сіз айттыңыз, өзіңіздің сөзіңізден мен түсінген, Мұхтар мырза, мен ойымда аяқта. Мен ойдан құрастырып отырған жоқпын. Сіздің аузыңыздан осы 2 минут бұрын айтылған сөз, ол бизнес, ол іс, және оған арнайы келісім шарттар болды. Яғни білмеймін, ол физлицомен болды ма, әлде заңды тұлғамен, ТО-мен, ИП-мен болды ма, ол екінші сұрақ. Мен сұрағым, бұл аз қаражат емес, бұл табыс. Кез келген табысқа салық төлену керек, келісесіз ғой? Мен саған түсіндіріп айтайын. Просто сен... Жалпы біз жала қалсақ та салық төлейміз ғой өзі. Өте жақсы, өте жақсы. Мен саған түсіндіріп айтайын. Физлицо, юрлицодан ақша алған кезінде салықты кім төлейді? Юрлицо төлей ма? У источника выплаты төленеді ғой. Дұрыс па? Төледі ма сізге сол үшін? Мен физлицо болдым. Мен салықты төлемеуім керек. Ол мәселе сотта талқыланды, айтпақшы. Талқыланды? Талқыланды. Мен білмейді. Ол өте орынды сұрақтар, қисынды сон сұрақтар. Мына ақшадан физлицо салықты төлемейді. Сен алып отырған мекеме сен үшін салық төледі ма жоқ па, сен жауап бере алмайсың ғой. Өйткені олар өздері жауап береді. Рас па? Сен физлицосын. Сондықтан маған қандай айып? Бұл жерде. Қандай айып маған? Мен бұндай сұраққа сотта жауап бердім. Маған қандай айып, жігіттер? Мен физлицо болдым ғой. Ол бір. Екіншіден, физлицоға ақша берген кезінде салық төлене ма? Физлицо, мысалы, сенің досын саған ақша берген кезінде салық төлене ма? Салық төленбейді, өйткені физлицо, сол беріп отырған физлицо уже алдын ала сол салықты төлеу керек еді. Сондықтан маған қандай айып, жігіттер? Мен физлицомын. Ондай сұрағынды қойған өте дұрыс болды, өйткені ол қисынды сұрақ, бұл жерде просто бухгалтериядан кішкене білім болу керек, та? Сондықтан мен заңды бұзған емес. Керемет. Енді мысалы тағы бір
лоббилік қызмет тұрғысынан қарасақ, ол қолдау жүйесі. Лоббисінен жұмысымен қарасақ, ол қолдау жүйесі. Яғни, сенің ойын мен қолдауға лобби жасадым деген сөз. Дұрыс па? Сен сұрағың, сонда сен уже... Жоқ, қаражат алдыңыз ғой. Сен уже солай айтып тұрсың, да? Иә. Онда оны проблеманы ашып берейік, басын ашып берейік. Жақсы. Мысалы қараңыз. Сұрақ мынандай. Мен әлі сұрақ қойған жоқ. Және мен мына жерде көрермендерге лобби не екенін біз түсіндіріп оны түсіндіреміз. Оған қатысты мен жеке сұрақ қоямын. Жоқ, сен үнем айтып отырсың ғой. Лоббилік кез келген депутат, кез келген, мысалы, Атамекеннің ассоциациясы лоббимен жұмыс айналысып жатыр. Өйткені лоббилік жұмыс ол не деген жұмыс? Ол заңмен айналысатын жұмыс. Заңмен айналыссаң, сен лоббистсің. Мысалы, Америкада лоббилік жұмыс легальды. Дұрыс па? Бізде не қазір мен саған айтайын. Лоббилік жұмыс ол юрисконсульт секілді, бухгалтерский услуги секілді, бұлар кәдімгі лоббилік фирмалар бар. Бізде де лоббилік фирмаға, лоббилік жұмысына біз қалай деуге болады? Оларды біз заңдастыруымыз қажет. Заңдастыруымыз керек. Олар лоббистер, толып тұр лоббистер. Олар ашық түрде айту керек, немен айналысады. Мен мысалы 448 бабымен айналысым жүргенде, мен оны жаздым ғой. Бүгінге дейін посттарым тұр ғой. Мен немен айналысам, не үшін айналысам, мағына қандай, нәтиже қандай болу керек екенін лоббистер көрсету керек. Мен көрсетіп жүрдім. Және кім қаражат төлеген басқасын бәрін? Қаражат жағынан ол жеке бизнесмендердің арасындағы келісім шарт. Ол ашық болуы мүмкін, жабық болуы мүмкін. Ал ана предмет, жұмыстың предметі ол ашық болуы тиіс. Ол заң. Мен ашық жұмыс істедім. Мен жасырын олны жұмысты істеген жоқпын. Енді ол түсінікті, бірақ біз енді ашығын мысалы Ерболат мен 2020 жылы білдім. Сіздің мысалы расменде қаражат алғаныңызды. Ол өзі просто ол туралы жазды да, уже іс біткеннен кейін претензия жоқ болғаннан кейін 3 жылдан кейін жариялады. Ну, пожалуйста, басын ашып, сотта басын ашып берді. Сол кезде сұрақ пайда болды. Енді жалпы мен лоббиге қатысты сұрақтарым бар, оны қазір келеміз. Осы қолдау жүйесі жайлы әңгіме көп. Енді ол мына жерде сұрақ болды, бірақ сіз ол жерде нүктесін қойдыңыз, мен келісемін. Осында болды, осында. Нүктесін қойдыңыз. Талқыладық қой. Бірақ мынадай бір ақпарат бар. Қолдау жүйесін лобби жасау үшін сіз Руденко мен оның әйелінен 2021-2022 жылдары ай сайын ақша алып тұрды деген сөз бар. Осы Руденко деген адам танисыз ба? Танимын. Ол адамнан қандай да сізге қаржы аударылды ма? Ол кісі менімен істеп келгеніне бір 15 жылдай болды. Бұрыннан танисыз? Иә, бұрыннан танимын ғой. Мен бұрыннан танимын. Бертінде емес, осы қолдау процесі пайда болған кезде емес? Ол маған бөтен адам, осылай жазады ғой. Тіпті саған рахметімді айтам осындай. Тіке маған мүмкіндік беріп отырсын да оны түсіндіруге. Ол менің 15 жылдай бұрыннан менімен істеп келе жатқан кісі. Пиязда да бірге істедіңіз бе сонда? Яғни айтпақшы. Партнер болды ма? Айтпақшы, партнер емес. Ол менің... Компаньон болды ма? Жоқ, ол менің жүргізушім. Ол менің жүргізушім. Болды. Енді қазір жасы келді, уже қазір енді жеке. Бірақ мен ол кісіге, әйеліне, балаларына біраз көмектестім осы жылдары. Біраз көмектестім. Енді айтпай қояйын, жағдай болды бұл отбасында. Моменттер болды сіздің? Моменттер болды. Мен біраз көмектестім. Енді ол мен бәрібір қайтарам, ақшаны қайтарам деп жүрді. Қазір міне біртіндеп қайтарып отыр. Сондықтан бұл жерде ешқандай бір қылмыс, кейбіреулер іздейді. Бірақ цифрс енді қолдау жүйесі бәрі соған. Енді оны да басын ашып берейік. Сен мысалы қолдау біріншіден... Бұл қатысы бар ғой деген ғой цифрс. Мен айтайыншы, аяғына Ерболат бауырым. Мына жерде талқыладық қой айтпақшы. Қолдау деген жүйе ол мемлекеттік жүйе. Ол информационно-учетный центр. Ол 100% мемлекеттік мекеме. Біріншіден. Екіншіден, мен сол жүйеге
қалай лоббилік жасам, ол мемлекеттік жүйе ғой. Үшіншіден, сен бірде-бір менің постымды, менің сөзімді осында отырғанда, сол мекемеге ақша құйындар, немесе тендер беріңдер, тағы бірдеме беріңдер деген менің аузымнан, немесе менің постымдан көрдің ба? Естіген жоқпын. Ол өтірік. Мен онымен айналыспаймын, өйткені ол жүйе 300 мың пользователер бар. Өте күшті мемлекеттік жүйе. Менің қатысым қанша? Сіздің мүлде қатысыңыз болмады ма оған? Әлбетте жоқ, әлбетте жоқ. Яғни мемлекеттік жүйеге енуіне жалпы кімдердің, шаруалардың, жеке шаруалардың сол қолдау жүйесі арқылы жұмыс істеуіне ешқандай сіз ықпал жасамадыңыз ба? Жасаған жоқпын. Егер жасасам, онда маған көрсетіңдерші. Неге қорғайсыз? Менің постымды, менің немесе немді көрсетіңдерші. Неге онда қолдау жүйесін қорғайсыз? Қалай қорғаймын? Айтшы, тағы да осы. Мысалы, яғни қолдау жүйесін біреу сынап жатса, Мұхтар Тайжан жақтайды. Неге жақтаймын? Мысалы, сол кезде де болды ғой. Былай ғой, қара. Соны сұрап отырмын мен. Енді сұрақ туады ғой. Неге деген сияқты? Өте орынды сұрақ. Тегіннен тегін? Өте орынды сұрақ. Қорғаймын деген кезде сол жүйе қолдау, біреу ғана жүйе бізге космомониторинг жасап берген. Басқа ешкім жасаған жоқ қой. Рас па? Сол космомониторинг арқылы ол біріншіден ол мемлекеттік фирма. Сол космомониторинг деген жұмысы ол тегін деп айтуға болады. Өйткені бір акимат жылына 20 мың, жоқ 20 мың емес, 100 теңге төліп отырады. Өйткені бұл жерде шығындар жоқ. Сол космомониторинг арқылы біз жерді босатып жатырмыз. Ол халыққа тиімді ма жоқ па? Тиімді ғой. Ана жолы көрсеттік қой саған. Күмән жоқ. Күмән жоқ. Ал Алмасбек болсын, Жигули Дайрабаев болсын, сол именно осы сол фирма космомониторингпен айналыспасын деп отырды. Есінде ма? Мен айтам, жігіттер, егер басқа бір фирма табылса, мына космомониторингті алып кететін, давайте көрейік. Давайте ашық конкурс жариялайық. Бұл фирма, мысалы, мемлекеттен ол үшін ақша алып жатқан жоқ. Бұл фирма сапалы жұмыс істеп жатыр, жарайды, ол фирма жаман болсын. Онда конкурс болу тиіс қой. Конкурс. Рас па жоқ па? Ол мемлекеттік қызмет қой. Яғни қолдаудың ішінде бірнеше жүйелер бар. Мен аяғына дейін сұрақ айтып болайыншы. Алмасбек пен Жигули біз дейді ана газ ғарыш сапары жұмыспен айналсын деп отырды. Мен айтам, мемлекеттік қызметімен кім жұмыс істейді, ол тек қана конкурс шешу керек. Конкурс. Міндеттемеу керек. Міндеттемеу керек. Давайте, маған қолдау ұнап тұр. Сендерге ғарыш сапар ұнап тұр. Таңдау болсын. Давайте таңдау болсын. Бәсеке, мен соны ғана айтып тұрмын. Рынокқа бәрі әркім барсын. Есінде болса, оны қазір болады ғой. Так что ешқандай бұл жерде лоббилік менің жұмысым болған емес. Қолдау жүйесінде әртүрлі модульдер бар, соның бірі субсидиясы. Ақпараттық модулі. Мен субсидия туралы бірдеме жаздым ба? Жалпы айтам да. Солай шығар. Өйткені бұл жер оларда мен ақпарат ретінде оларда көп қой. Онда былай жасауға болады, Ерболат. Ол ашық мемлекеттік мекеме ғой. Журналистік зерттеу жасауға болады. Мен соны айтайын. Мысалы барып ана жерге немесе запрос жасап, олар өздері жауап берсін. Менің қандай қатысым бар? Дұрыс. Ақпарат ретінде. Транстелеком деп мен зерттеуім. Ол ана зерттеу жасау керек ендеше. Транстелеком деп аталатын фирманың қожайыны Нурали Алиев дейді. Айтпақшы, мен оказывается Нурали Алиев, анау жыл Алмасбекті соны айтып отыр. Дариға Назарбаева деп сіз айтты, Дубайға барды. Мен айтам, мен әлбетте ол кісілерді ешқашан көрген емеспін. Түсінікті. Екіншіден, олардың бизнестеріне маған абсолютно бәрібір не болып жатыр. Мен үнемі космомониторинг туралы айтып отырдым. Дұрыс па? Ал субсидия ол ауыл шаруашылық министрлігі мен фермерлердің арасындағы жұмыс қой. Сондықтан оған мен ешқашан қатыспадым да, қатысуға құқығым да болған жоқ. Түсінікті. Өздері білсін. Мұхтар аға, келесі сұрақ. Мен соңғы күндері сіздің бір түсіндірмеңізді көріп жатырмын. Аспандауға қатысты, сосын кейін қызыңыз туралы ақпарат осы 1-2 күн бұрын жарияладыңыз. Қателеспесем, Ажар ғой демесім, мен ұлыңызды танимын.
Санжарда. Біз бір ортада кездесіп қалғанбыз, пікірлесіп болғанбыз. Қателеспесем, олыңыз президенттің алдында да выступать етті ғой деймін, иә? Өте сондай талантты жігіт көріп отырмыз. 21 Есіңізде болса, мен министрлікте қызмет етіп жүрген кезде де сол туралы өзіңізге бір пост жариялап, ақпарат жіберген болатынмын. Сұрақ мынандай. Сұрақ қазір сіз аспандау туралы өзіңіз сол туралы ақпарат жазып жатырсыз. Иә, енді сұрақ болғаннан кейін мен жауап беріп отырмын ғой. Иә. Енді бұл жерде Санжар аспандау қорынан 40 миллион алғанын сіз растадыңыз. Енді ол факт қой. Енді бар ақпарат бойынша осы ақшаны қорға Машкевичтің Эрджи, Машкевич бұл олигарх Қазақстандағы, Эрджи деген компания бар, ол жерде Шодиев, тағы кім? Тағы бір адам, қателеспесем, атын ұмытып отырмын. Сұрақ мынандай бұл жерде. Эрджи көмек компаниясы аударған. Сіз осы жайлы жалпы білдіңіз бе негізі? Басында. Уже есімде де жоқ. Артынан уже жазғаннан кейін уже білдім ғой, бірақ қазір есімде жоқ. Есімде жоқ деген, білдім, білмедім деген нәрсе есіңізде жоқ па әлде қалай? Жоқ, мен соны қай кезде білдім есімде жоқ. Қай кезде? Мен оны артынан біліп отырмын, бірақ қай кезде білдім? Мен оны есімде жоқ. Бірақ алды ма, жоқ па, мен аспандау мен Машкевичтің немесе Эрджиның арасындағы келісім шарттарға жауап бермеуім керек. Олар бөлек фирмалар. Біз немесе мен, немесе Санжар, менің олым Эрджимен келісім шартқа отырып ақша алған жоқпыз ғой. Мысалы, ал аспандау қайдан, қандай шартпен ақша алып отыр, олар өздері жауап берсін. Біздің қатысымыз қанша? Мысалы, аспандаудан менің ұлым Санжар сол жобаға 40 миллион алатын болса, ол сол 21 жылы есеп берді ғой. Мен есеп мен қазір аяғына дейін айтып болайын. Бір телеграм-канал былай жазды. Сол ақшаның жартысы Мұхтар дейді, немесе Санжар ма, өз депозитіне аударып салды деп айтты. Былай. Оны тағы да айтып отырмын, оны тексеруге болады ғой. Ол проводкалар бар, банковский не бар. Оны тексеруге болады ғой. Түсінікті. Мен ол тұрғысынан айтып отырған жоқпын. Мұхтарға ақшаны қайда құртқаныңыз, қалай құртқаныңыз мен үшін маңызды емес, шынымды айтайын. Маған үшін маңызды. Түсінікті. Сіз оны түсіндірдіңіз. Мен ол видеоны да көрдім. Жоқ, ана жолы мен түсіндірдім. Бірақ сенің жазылушылар үшін, көрермендеріне мен тағы да түсіндіріп айтайын. Ол жоба халықаралық жоба болды. 15 фирма сол жобаға ақша құйды. Халықаралық бектіл, басқалар. Мына 40 миллион ол тіпті жартысына да бармады. Қазақстаннан осы научный исследовательский центр, мына, ғылыми орталық аспандау, олар ақша бөлді. Бөліп, сосын есеп қабылдады. Сол ақша біздің қалтамызға емес, сол жобаға жұмсалды. Қандай претензия? Жақсы, Мұхтарға. Қараңыз, ал сол аспандау қорында өзіңіз жалпы қарсы шығатын, пікірін айтатын Өтемұратовтың құрылтайшылардың бір екенін білесіз? Тағы айтшы. Өтемұратов бар ғой? Болат Өтемұратов. Сол қордың құрылтайшыларының бірі. Оны мен білмеппін. Бізде кез келген мекеме біреудің болады ғой. Біз мына ғимаратта отырмыз. Бұл ғимараттың да біреу қожайыны болады. Сіз оны қалай қабылдадыңыз дегенді? Білдіңіз ғой кейін, Мына Өтемұратов туралы қазір ғана естіп отырмын. Шыны керек, мен оны білмеппін. Но бірақ заңды болса, бәрі қандай претензия бізге? Мен осы биліктегілер, мысалы қараңызшы, Мұхтар аға. Биліктегілер менің тырнағым астына, менің балаларым астына, тырнағым астына кіргізді, өздеріне қарасыншы, қаншама миллиардтап тонап жатыр да елді. Біз ештеңе ұрлаған жоқпыз. Сіз соңғы күндері мен аяғасын сол посттарды жаз кеткеніңіз басында түсінбедім. Шынымды айтсам. Себебі 2-3 постты көрдім, яғни соның біреуінде аспандау туралы сіз түсініктеме бергенсіз, сосын қызыңыздың қайда қызмет істейтінін түсініктеме бергенсіз. Ол туралы маған журналистер, сен бірінші емес қой. Мен соны көрдім. Баспасөз мәслихатының басында да маған сұрақ қойып жатыр. Оның алдында да біраз уақыт бұрын осы сұрақты қойды деген бір YouTube арнада. Тағы да YouTube арнада. Оны мен уже талай рет сол сұрақтарға жауап беріп отырмын.
Сосын тағы да былай жазды да. Алаңдатпайды ғой Осы тағы да жаздым, мен осы қызым арқылы, оказывается, Машкевичтен ақша алып отырмын деп. Сондай жазды ма? Сондай да жазды. мен оны Оны тағы да журналистік зерттеу жасауға болады. Оқымадым оны. Менің қызым басқа продюсерлерге қарағанда Кәсіби болса. көп ақша алып отыр ма, жоқ бірдей алып отыр ма? Оны тексеруге болады ғой. Дұрыс, келсем. 2 жылда 8 сериалды Түсірді. фильмді түсірді. Ол еңбек па жоқ па? Онда қандай айып, біз немене ұрлап жатырмыз ба? Көріп бастадым. Не істейміз енді біз? Біреуін көріп. Мен қазір бір ресторанға барам, сол ресторан біреудің олигархын болады. Мысалы, сен маған смс жазып отырсың, Қазақтелекомның қожайыны сатып алды болды, Енді біз қайда барсақ та бәрібір олардың мекемелері ғой. Жақсы. Не істейміз енді? Мұхтарға мен түсіндім, бірақ сізді жалпы сонда уайымдатпайды, аспандау қорының қандай неден алғаны асаға. Мен айтып отырмын ғой, сендер осы журналистер, неге бізде журналистик зерттеу деген жанр жоқ? Мен оны зерттеп тексеріңдер. Мен ол туралы ақпарат беретін боламын. Тексеріңдер. Қараңыз, егер мысалға, бұл чисто философиялық сұрақ. Былай, философиялық сұрақ. Ерболат, аспандау мен ERG-ның арасындағы мәселе олардың мәселе. Олардың проблемасы. Сізге маңызды бізге ол біз оны білуіміз де қажет емеспіз. Біз оны оған пікір білдіруге қажет емеспіз, өйткені ол басқа мекемелердің арасындағы қарым-қатынас. Мұхтарға түсіндім. Таза философиялық сұрақ бұл жерде. Мен түсіндім. Мен бұл жерде жауап алу керек болды сұраққа. Жауабын алып отырмын. Қараңыз, мынандай сұрақ. Егер аспандау қоры, мысалы сіз айтып отырсыз, маған маңызды емес дейсіз да, Кулебаевтан алды дейік. Сонда да маңызды емес па сізге? Жігіттер, мысалы, сол жеке мекеме, олар жеке мекемелер ғой. Өздері білсін, Біздің кінәліміз қанша осы, Ерболат інімше? Біз мысалы Машкевичтен алатын болсақ бір жөн. Бірақ біз олардан алған жоқ, біз аспандаудан алдық. Сонда аспандау қайда ақшаны алып отыр, біз соған жауап беруіміз керек пе? Түсіндім, Мұхтарға. Мен былай айтам, тағы да қаншама шиновниктер миллиардтап ұрлап жатыр, тонап жатыр. Соны зерттеу керек. Мен ұрлаушы емеспін. Менің балаларым қара терін төгіп, жұмыс атқарып жатыр. Супер. Қараңыз, мысалы, енді соңғы бір 2-3 сұрақ қалды бізде. Сіз жаңа лоббилік қызмет жасау туралы айттыңыз, ол норм нәрсе деп келтірдіңіз. Өзіңіз айттыңыз, Егер ол ашық түрде болса, заңдастырылса. Егер лоббилік жұмыс, ол заңмен айналысатын жұмыс. Ол түгел кез келген депутат, кез келген... Әлбетте ол солай ғой енді. Дүние жүзінде солай, Америкада солай. Америкада лоббилер өте көп, тіпті мысалға инвестиция тарту үшін де лоббилер қолдансан болады. Ол сондай, бізге бұл орысса біз ана социализмнен шыққан елміз ғой. Соңғы жұмағы бізге бұлай естіледі. Сіз осыған дейін енді мысалы жер комиссиясында енді халық мен болсын, мен де халықтың бір өкілімін Мұхтарға. Әлбетте. Сол кезде тіпті мен тегін түрде бірде-бір қаражат алмадым Мұхтарға. Тегін түрде сол жер комиссиясының мен парақшасын жүргіздім. Мұрат Абенов маған шықты, мен ол кезде районда қызмет етіп отырғам, әлі күнге дейін біздің перепискамыз бар. Маған айтты, көмектесесің ба деді, парақшасын жүргізді. Бір тиын алған жоқпын. Сіздердің пікірлеріңізді шығарып отырдым. Әр комиссия сайын мен өзім тыңдап отырам пікір. Сосын жер комиссиясының кейін ол парақшаның атын ауыстырып жүрді, қателеспесем. Басқа да өзгеріп жүрді. Мен ешқандай тиын алмай халыққа жеке өзім, мен сол кезде миссиям болды. Тіпті постта жаздым мен ол кезде. Бірақ бір жерде жұмыс істедің ғой енді, өмір сүру үшін қаражат қажет. Ол бір бөлек, ол жерде қызметім үшін алам. Бұл қызмет үшін мен алған жоқпын, ойдайықтай. Енді қараңыз, яғни халықтың мүддесі үшін деген бір пікір өзімізде, бір эйфория басқа болды деген сияқты да. Енді сіздің мысалға, сіз айтып отырсыз, енді бизнестік тұрғыдан, Марғұлан Сейсенбайдан, басқадан қаражат алдым. Мүмкін басқа да келісім шарттарым болды, бірақ мен оны айта алмаймын дедіңіз, өзіңіз айттыңыз. Енді ол менің өзім шаруам. Егер басқа мүдделер бізді таптамасақ, халықтың басқа адамдарын таптамасақ, бірақ алғаныңызды өзіңіз айттыңыз. Мысалы, жер комиссиясы кезінде
яғни басқа да мен бір ұсыныстарды орындауым мүмкін дедіңіз. Бірақ мен оны жарияламаймын деп келтірдіңіз. Тек Марғұлан Сейсенбайдың 2020 жылы ақпаратқа жергенін кесірінен халық біліп қойды ол ақпаратты. Чтобы қаражат алғаныңызды басқаны. Енді қараңыз, мысалға лобби бәрі дұрыс, бірақ біздің бір менталитет басқа тұрғысынан қарасақ, біздің қоғам кейбір кезде оны түсінбей жатады, мысалы да. Келісесіз ғой? Енді қараңызшы, ой мынандай. Сіз енді ақышты айтасыз да? Бәрібір түсініп отыр ғой. Иә, мен ойды аяқтайын. Оны біз баға бере алмаймыз, мысалы, түсінбейді деп те баға бермейік, өз шешеді, өз шешім қабылдасын көрермен. Мынадай сұрақ. Сіз енді Алла қалап депутат болдыңыз дейік, мәжілісте жеңіп ана жерде сайлауда, сол 5-ші округте халықтың дауысын жинап, мәжілісте депутат болдыңыз. Сіз қазір халықтың интересін лоббировать ету үшін бар жатырсыз. Қазір дауысты сіз Марғұлан Сейсенбайдан дауыс алмайсыз, дұрыс қой, иә? Қазір сіз олигархтардан келіп, олардың бір ғана дауыс шешпейді. Қаншама 5-ші округта қанша мың халық тұрады? 300 мың, 400 мың, мысалы, екі районды біріктірген кезде. Солардың дауысы үшін бара жатырсыз, солардың мәселесін шешем деп. Дұрыс. Кім кепілдік береді? Тағы да сондай лоббилік қызмет жасап, кейбір бизнесмендерден қаражат алмайтыныңызға. Сұрақ түсіндіңіз, иә? Өте орынды сұрақ. Бұл жерде айырмашылық мынандай. Мен жеке тұлға ретінде, бизнесмен ретінде, кез келген басқа азаматпен заңға қайшы болмаса, мен келісім шартқа баруға құқығым болды. Дұрыс па? Дұрыс. Ал депутат болсам, чиновник болсам, ол же заң басқа. Сен депутат немесе чиновник болсан, онда сен ешқандай ақшаны алмауың керексің. Өйткені ол заңмен реттелген. Мен заңды құрметтейтін адаммын. Бизнеспен айналысуға құқым болды, айналыстым. Егер ондай құқық болмаса, мен оған дайынмын. Мен онда ешқайны алмаймын. Жалақы жерде 600 мың теңге ғана болады. Шамамен. 600-700 мың теңге. 900 мың теңге. 900 мың теңге. Өмір сүруіңізге жете ме ертең? Жетеді, өйткені менде қарызым жоқ, несім жоқ, несиелерім жоқ, басқа тоқалдар, басқа кішкентай балаларым жоқ. Мен ешкімге шығыныңыз аз. Иә, аз. Өйткені менің тұратын жерім бар, көліктерім бар. Сондықтан былай тек қана жұмысқа барып жүресің ғой, тіпті шетелге де шыға алмайсың ғой. Өйткені қазір мен еркін адамым, мен кез келген кезде шетелге бара саламын. Ұлыңыз сізден ақша сұрамады ма? Ана жоба үшін жақсы өзің. Мен танысқам ол жобасымен. Ол біздің өзіміздің шаруамыз, саған қатысы жоқ. Жоқ, түсіндім. Аспандаудан сұрағанда сізден сұрағаны артығырақ деп ойлаймын. Жеке өмір артық. Ал бұл жерде сұрақ осы қоғамдық өмір туралы. Мен оған дайынмын. Тіпті мен барсам депутаттыққа, маған тіпті менің өмірім тіпті мен үшін ыңғайсыз болады. Өйткені айлыққа ғана отырасың. Кез келген кезде сен шетелге шыға алмайсың, бұлай еркін адам болмайсың. Мен қазір еркін адаммын. Сол үшін мен оған дайынмын. Неге? Өйткені көп заңдарды ауыстыруымыз керек, түзетуіміз керек. И тағы да саған бір тілегім, сен менің орныма бір ірі чиновникті отырғызсаң, мен шақырып жүрмін бәрін. Оның да балаларын зерттесең, жақсы болатын еді. Супер. Өйткені менің ешқандай халықтың алдында, бюджеттің алдында, білмеймін, менің балаларым мысалы түні бойы жүріп біреуді ұрып жатқан жоқ. Менің балаларым қара еңбекпен айналысып жатыр. Ешқандай маған осындай не былай сіз бұл сұрақты просто басқалар неге мына чиновниктер осында келіп осындай жауап бермейді. Олар чиновниктен бола тұра қандай үйлерде өмір сүреді. Қалай олардың балаларын құтырып жүреді. Олар чиновник бола тұра ақша қайдан деп оларға сұрақ қою керек. Қараңыз. Менің ешқандай ондай нем жоқ. Мұхтар аға, мен оның бір
ойдан құрастырып қойған жоқпын. Өзіңіздің соңғы 2-3 күндегі постыңыздан кейін сұрақтар Өйткені маған туындады. осындай қазір қаралау ақпарат пайда болды ғой. Сол үшін мен түсіндіріп айтып отырмын. Мүмкіндік беріп отырмын. Сондықтан сіз Рахмет. мені айыптап, неге қойдың бұл сұрақты деген Рахмет, сияқты жақсы. айтқаныңыз сіздікі қате, Мұхтар аға. Жақсы. Өзіңіз жаздыңыз постты. Жақсы. Сондықтан мен ол сұрақ пайда болды. Жоқ, мен Неге? өзім Мұхтар аға түсіндіріп кетті өзім бұны аяқ жазғаным астынан. емес, мен осындай сұрақтарға жауап беріп жазып отырмын. Себебі тек қана өзім жазып берейін деп отырған жоқ. Себебі Мұхтар мырза, есіңізде болса, мынау кім болды ғой? Елекеев келді ғой бізге. Ирак Елекеев. Иә, сосын тағы да бір әріптесіміз келді. Сіз болдыңыз. Сол кезде мен ондай сұрақтарды қойған жоқпын. Мысалы, сіздің қызыңыздың қайда істейтініңіз басқа. Просто менде соңғы күн пайда болды. Неге десеңіз, сіз постар жаза бастадыңыз да? Жоқ, мен түсінбей қалдым. мен емес, Ерболат. Мен сол посттарды просто өз еркіммен жазған емеспін ғой. Маған сенен басқа журналистер баспасөз мәслихатының басында сұрақ қойып жатыр ғой. Сол үшін мен жауап ретінде жазып отырмын. Сол үшін ғана. Және де маған осы көрермендердің алдында мен үміттенем. Мына сұхбатымыздың атауы, сосын ана коллажы да корректный болады. Жақсы, ол проблема емес. Анағындай емес. Ана жолы маған ұнаған жоқ, мен саған айттым. Жақсы, ол проблема емес. Даже тіпті осы жерін қиып тастап, мен тіпті ештеңесін өзгертпеймін деп сізге уәде беремін. Мысалы, ол проблема емес ешқандай. Жақсы. Енді Мұхтар мырза, сәттілік тілеймін біріншіден сайлауда. Мүмкіндігінше кейбір сұрақтар қалды. Мен уақыттың тығыздығына байланысты. Енді қалай 1,5 сағат қанша отыруым керек? Күні бойы отыруым керек пе? 1,5 сағат отырдық. Ашуланбаңыз. Жоқ, мен ашуланып жатқан жоқпын бірақ. Без эмоций дейді ғой. Жоқ, енді 1,5 сағат отырдық. Қанша, сен айтшы, қанша сағат отыруым керек? Жоқ, болды. Келесі рет қанша сағат отыруым керек? Келесі рет депутат болып жатсаңыз келесіз. Қанша сағатқа? Маңызды емес, сұхбат біткенге дейін, сұрақ біткенге дейін. Егер біз уақытты ультиматуммен шектеу қойсақ, онда адам бәрі бүкіл жауабында, сұрағында соған ыңғайлайды да. Ал егер еркін болса, бірақ уақыт шектеулі. Сіз дөйтті көресіз бе, 4 сағатқа дейін болып жатады мысалы. Сондықтан 4 сағат самолет, мен мысалы 1,5 сағат самолеттен ұшып келдім Алматыдан. Енді тағы 1,5 сағат сенмен отырмын. И сол аз деп отырсың. Мұхтар мырза, көп рахмет. Келесі рет келем ғой, соңғы рет емес қой енді. Әрине, соңғы рет емес. Мен есіңізде болса қаншама эфирлеріме келіп жүрсіз ғой. Сондықтан сізге мен есігім ашық әрқашан. И сұрақтарыма да қашпайсыз, ешқандай сұрақтарым. Ешқашан қашпаймын. Енді шындықтан кейбір сұрақтарым, ол көріп отырсыз өзіңіздің, яғни Фейсбукта жазған посттарыңызды мен зерттеп шықтым. Бір 3 күн бұрын келістік па біз? 4 күн бұрын келістік, негізі. 3-4 күн бұрын күніне байланысты келістік. Сол кезде мен зерттей бастадым. Не жазып жүр Мұхтар ағамыз, қалай жүр, не ситуация, қалай, ары қарай қарап деген сияқты. Сосын соңғы 2 күндегі посттарыңыз әрине сұрақ туындата бастады. Бұл қалай, не болды Мұхтар ағамызға? Өзінен сұрайын деген. Жоқ, ол мен жауап беріп отырмын. Сондықтан мына сайлауда жеңіске жетуіңізге тілектеспін. Рахмет. Сәттілік тілеймін. Мен ойымша бұл қалай десек те, Мұхтар аға, мен бір затпен келісем да, енді сіз айтып жатырсыз ғой жаңағы, 50% болу керек деп та, мажоритарканы айтамын. Мен де келісем ғой, мен шынын айтайын. Себебі халықтың өзі солай талап қоя бастайды. Себебі қазір партияға деген сенім азайып бара жатыр. Президенттің өзі партиядан кетті, бітті. Билік партиясының сенім азая бастады. Енді осы жерде менде тағы бір сұрақ па? Жоқ, өзім ойымды айтып отырмын. Яғни мажоритарка, мен бәрін айтатынмын. Замандастарыма да түгеліне. Тіпті сізге де айттым. Түсіңізші, мажоритаркамен сайлауға, есіңізде ма? Ирак Елеевке келген кезде мен сізге айттым. Мажоритаркамен сайлауға түсесіз бе деп сізден сұрап. Мен айттым, уақыт келгенде айтам. Уақыт келгенде айтам деп. Мен айтып отырмын. Яғни мажоритарканың өзі шынымен де жақсы шешім болды бізде. Сұрақтарға көңіліңізге толды ма сұрақтар? Сұрақтарын орынды болды деп ойлаймын. Сол. Рахмет. Түсінікті. Қазір 1 минут мен қоштасып алайын. Давай. Түсінікті. Көп рахмет Мұхтар аға. Құрметті көрермен, енді құрметті мен YouTube арнамның жазылушылары, мүмкіндігінше жеке адамнан сұхбат алуға біз шақырып отыратын боламыз. Себебі қазір мен ойымша жеке тұлғалардың заманы келді, уақыты келді. Және олар кез келген сұрақтан қашпай, кез келген сұраққа нақты жауап беру тиіс. Әрине, менің кейбір сұхбат беруге
келгісі келмейтін адамдар да бар. Мен шақырып жүрмін біразын. Сіздерге тағы да сәлем айтам. Осы эфирді пайдалана отырып. Келіңіздер. Сұрақтарға, себебі сен саясатпен айналысам дедің ба? Сен барлық сұрақтарға дайын болуың керек. Жеке өмірі туралы бірақ. Иә, сол кезде сенен результат шығады және сол кезде саған халықтың сенім пайда болады. Оған дейін халықтың сеніміне ие болу біраз қиындау менің ойымша. Келесі эфирге дейін сәттілік бізбен бірге болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Жақсы. Жүріңіз, жеткізсін. Жолдан келесіз. Ерболат, мен үміттенемін, енді сұхбатымыздың атауы